Бірақ ана әйел кісі ашуланған кезде жаңадан бір нелер ашылады, клапандар нелер. Танымай қаласың кәдімгі. Мына тошы менің әйелім деп. Кәдімгідей шығармашылық кешін ұйымдастыратындар бар өзінің. Үлкен театралды сахнада драма, оның арты трагедия қылады. Айқай-шу, Абу Бәкір радиаллаху анху өтіп бара жатса, Айша анамыздың дауысы шығады, айқай-шу. Ол кездегі үйлер жаңағыдай ғой. Төбесі құрма талының несімен, шөбімен жабыстырған жаңағы. Есік терезесі ашық деген сияқты. Сонымен дереу жүріп кетті, есікті қатты қағады. Барады да Айша анамыз ашады есікті. Сөйтеді жайлап пайғамбар қасына барып тұрып жатыр дейді Айша анамыз. Неге сен Алланың елшісіне даусыңды көтересің деп? Абу Бәкір айқайлады ғой. Кімсің сен? Кімсің Алла елшісіне даусың көтеретін? Мен сені Алла елшісіне дауыс көтеретін қызды тәрбиеледім бе әлде? Деп Абу Бәкір айқайлап жатыр дейді Айша анамызға. Сөйтті де Абу Бәкір пайғамбарға Абу Бәкір не то что тікен хан тигізбейтін кісі болған. Кім болсаң ол бол. Абу Бәкір пайғамбар үшін бірнеше мәрте жанын тіккен пидаға. Қызым болсаң қызым болып кет деп жатыр. Пайғамбарға сөз. Ана ашуланып кетіп Айша анамызды ұрайын деп жүгіреді ғой, тәпішкесін шешіп. Сонда Айша анамыз қақа барып тығылды дейді. Бас қақаға барасың? Пайғамбарымыз артауы тығып өйткен. Пайғамбарға қол көтере алмайды ғой, тәпішкесін қасына барыңыз деп жүгіреді. Пайғамбар самды алды алмаған дейді Айша анамыз. Қорған қыл. Сонда Абу Бәкір енді пайғамбардың артына тығылғаннан кейін былай жүгірді, болмады ғой. Деді шығып кетті ашуланып. Айқай шулап жатқан Айша анамыз ғой енді жаңағы. Артынан тығылып шыққан кезде пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи вассалам. Көрдің бе деп айтты. Мен болмағанда таяқ жеп қалар едім деп айтты. Бәрібір мен саған керекпін, мың жерден айқайлай бер деп айтты. Көрдіңіз бе? Сондықтан сенің сол бір төсекте жатып жүрген адамың бәрібір саған керек сол. Бір-біріңе лайықсың негізі. Біреуің иманын күшейтуге берген Құдай.